Қазақтың ең көне қалалары. Осы күнге дейін қала деген атағы бар елді мекендердің ішінде үш шаһарды ерекше атап өте аламыз. Оның біріншісі Тараз. Тараздың жасын біздің заманымызға дейінгі 6-5 ғасырлардан бастаймыз. Дәл осы кезеңде салынған қаланың орнын археологтар Тараз маңынан тапқан. 11-12 ғасырларда Қарахан мемлекетінің астанасы 1465-1718 жылдары Қазақ хандығының маңызды шаһарларының бірі болған Түркістан, қазіргі Түркістан қаласының аумағындағы Күлтөбе қалашығының орнында қазба жұмыстарын жүргізген археолог Ерболат Смағұлов бұл шаһардың негізі біздің заманымызға дейінгі 1 ғасырда қаланған деп есептейді. Түркістан аумағындағы тағы бір елді мекен Яссы шаһары 12-14 ғасырларда ірі бекінісі бар қала болған. Шымкент қазба жұмыстары барысында табылған артефактілер бұл қаланың ғұмырын біздің заманымызға дейінгі 3-2 ғасырлардан бастап есептеуге мүмкіндік береді. 16 ғасырдың басында Шымкент Қазақ хандығының құрамына енді.